Достар, енді қазір мен сізге компания New Wave айтып отырам. Шамалы болса да бірімізге кері байланыс болсын. Мен сізге информацияны бергенде зейініңізді салып, назар аударып тыңдаңыз да, и мені естіп түсініп отырсаңыз, хотя бы көзіңізбен бүйтіп отырыңыз, көңілді болып отырыңыз. Себебі деген қазір біз деген ақша туралы әңгіме айтамыз. Ақша кімге керек бүгін? Қолыңызды көтеріңізші, кімге қажет бүгін? Керемет, барлықтарыңызға емес. Жақсы, онда тағы да бір сұрақ берем. Кімде бүгін кредит бар? Жақ, онда дұрыс сұрақ берген жоқ. Кімде кредит жоқ? Бар ма сондай адам? Вот, үш адам біз екен ғой, қазір кредит жоқ. Енді сіздердің де кредиттарыңыз тезірек жабылып кетсін. Ол жабылатын зат қой ол деген, ол ақша. Бірақ оны жабу үшін энергия керек да әр адамға. Сол себептен мен сізге бүгін компания New Wave мүмкіндігін айтам. Бұндай компаниялар көп, шынын айтқанда. Біздің Қазақстанның өзінде бұндай компания көп. Кім сонымен келіседі көп дегенге бұндай компания? Келісесіңдер, Сізге мына жерде отырған, көбінесе отырғандар партнерлар ғой, бизнес партнерлар. Сізге қайсысыңызға айтады? Бәрі компаниялар бірдей, бәрі бір-біріне ұқсайды. Көтеріңізші қолыңызды, кімге сөйлеп айтады? Бәрі компания, все одинаковые, говорит, что вы, говорит? Ничего такого дейді, да? Говорят вам? Давайте онда мен сізге сұрақ берейін. Мына біздегі қазір тыңдап отқан қауымдарға да, біздің видеода. Қараңыз, сұрақ берейін. Мысалы бар ғой, сізде ақша бар. Қанша сізге керек, қазір ақша бар. Представьте себе, қалтаңызда ма, счетыңызда ма бар ақша. Сізге екі мысал берем. Мысалы, кімде бүгін өзінің жеке көлігі бар? Бар ма сондай адамдар? Айдап жүрген? Жоқ. Бірақ сондай арманыңыз бар ма, жеке көлігім болсын деп? Мысалы, біреудің жасы үлкен болса, ол кісілер айтуы мүмкін, жеке жүргізушісің болу керек. Водитель личный, с машиной, да? Қараңыз, сізде ақшаңыз бар, көлік алғыңыз келеді, мақсатыңыз бар, Бірақ оны алған кезде сізде мына жерде таңдау тұрады. Мына жерде бар ғой, Ресейдің Нивасы тұрады, а мына жерде Mercedes S-класс тұрады. Қайсысын таңдайсыңдар? Неге оны таңдайсыз? Mercedes S-класс. Неге таңдап жатсыз оны? Қымбат машина ол жақсы. Одан басқа ол жайлы машина емес па? Комфортный же машина. Жұмсақ, да? Әдемі, сапасы жақсы. Дұрыс па? Солай таңдайсыз ба? Жарайды, онда екінші мысал келтірейін. Сізге машина ол шамалы нетпей тұрған шығар. Енді бәрі әйелді адамдар оғасын. Мысалы қараңыз, сізде кімде қазір телефон жоқ осырда отырған? Барлықтарыңызда ұялы телефондарыңыз бар, Дұрыс па? Енді қараңыз, мына жерге мен сізге мысал ретінде айтам. Мына жерде сізде Nokia 3310 тұр. Білесіз ба сондай телефонды? Вообще неубиваемый телефон, бірақ ең бірінші телефондар шыққан кезде шыққан, там 100-ші этаждан да бетіп лақтырады, сынбайды бар ғой, и жұмыс жасай береді. Бірақ ішінде интернет ештеңкесі жоқ оның, да? Дұрыс па? А қазір iPhone 17 деген бар телефон. Қайсысын қалайсыңдар, аласыңдар? Неге? Не себептен iPhone 17? Себебі қазіргі уақыттың сапасы да жақсы, уақыттың мезгіліне жүріп, аяғымен жүріп келеді, да? Много, со временем дейді ғой, да? Высокотехнологичный, да, продукт. И ыңғайлы, да? Әдемі, функциялары көп, интернет бар, бәрі бар ішінде, да? Компьютер ұстап жүрсіз ғой қолыңызда. Солай ма? Қараңыз, біздің компания New Wave салыстырғанда, жаңағы мен айттым ғой, Ресейдің Нивасы, мен Ресей жамандап тұрған жоқпын, просто Ресейдің Нивасы енді сондай машина бар ғой. А мына жерде Mercedes S-класс тұр. Сол біздің New Wave Mercedes S-класс. Түсіндір ма? Сол адамдарға келгенде сол біздің бизнестің құндылығын солай көрсетіңдер. Аты олар бәрін бірдей қыл жібереді, бәрі бірдей, бірақ әр өнім туралы жаңа Галина Константин айтып өтіп кетті, құндылығын айтып кетті, Оны қаза берсен, оның құндылығы көп. Бірақ біздің екінші өнім бар, ол біздің маркетинг план, бизнес план. Түсініп тұрсыз, да? Сондықтан сіздің өміріңізді біздің бизнес план құрал ретінде жақсартуға болады. Мен білемін, аналар бар, 7 баласы бар ана, 8 айдың ішінде директор болып, 2 миллион теңге аптасына тауып отыр. Біздің бизнестен. 7 баласы бар. Түсініп тұрсыз, да? Сондықтан бізде адамдар айтады, мен уақытым жоқ дейді бұл бизнесқа. Мен адамдардан сұраймын, сізге қанша уақыт керек десем,
2-3 сағат күніне бөлсеңіз бос уақыт сізге жеткілікті бұл бизнесқа. 8 сағат, 12 сағат жұмыс қажеті жоқ, бірақ оны нақты бөліп жасап, тәртіппен жасау керек. Сонда жұмыс болады. Түсініп тұрсыз ғой да? И бұл бизнесқа назар аударғанда аз дегенде 1 жыл жұмыс жасаймын деп кіру керек. Ниетпен. 1 жыл. 1 ай емес, 3 ай емес. А то маған келеді айтады, мен 1 айда миллионер болғым кіріп кетеді дейді. Жұрттар деген 4 жыл оқиды, кәдімгі бакалавр болу үшін. 4 жыл тәжірибе алып жұмыс жасайды, тәжірибе алады. Одан должность алып статус алады. Сосын барып оған тек қана жалақысын көтере бастайды. Бірақ оның өзінде де оның жалақысы шектеуі бар. Одан жоғары ала алмайды. Дұрыс па? Біздің бизнеста сіздің жалақыңыз шектеулі жоқ. Сіз өзіңізге планка қоясыз. Түсіндіңіз ба? Өзіңізге. Мен сізге бір мысал айтайын. Мысалы, ғылымдар былай зерттеп нетіпті. Мұндай аквариум алғанда кішкентай. Сол аквариумның ішіне кішкентай жаңа туған акуланы салып жіберіпті. Акула. Ол акула деген өсу керек қой енді. Ол деген ананың ішіне жаңағы енді тамағын бәрін салады, бірақ ана ұрыла береді, құйрығымен, басымен, там былай жүреді, бірақ орын аз ананың ішінде, судың ішінде, жаңағы аквариумның ішінде. Сөйткесін ана акула өспей қалады. Түсініп тұрсыз ба? Себебі ана жерде бәр жерде шектеу бар, ограничение есть. Понимаете? Өспейді. И уже оның жаңа инстинктінде енді адамда ол түп санасы бар. Аңдарда жоқ түп сана, оларда инстинкт бар да. Сол инстинктіден олар уже сезіммен жүреді, что өспеймін мен, мынадан шыға алмай, мынаның ішінде жүру керекпін, осында өмір сүру керекпін дейді. Болды. Бірақ ол акуланы алады да, бір уақыт өткесін, 1-2 жыл өтеді ма, алады да кәдімгі океанға жібере салады, жаңағы теңізге үлкен. Жібере салғаннан кейін көп уақыт өтпей ол өзінің қалпына келіп өсіп кетеді. Не себептен? Ана шектеулер, ограничениялар алып тастаған деген сөз. Адамдар да сол ограничениеға үйреніп қалады, сол зарплатаға, сол уақытқа, сол должностьқа. Түсініп тұрсыз ғой да? Содан шыға алмай жүреді. Бірақ біз сол жолы көрсетіп, шығатын жолын көрсету керекпіз. Сол бір шығатын жолы бұны компания New Wave құрал. Айтамыз, мына есікті ашты, былай шығып мынаумен қолданшаш, сен де теңізге, мына неге әлемге шыға аласың деп, өзіңді көрсетіп, дамый аласың деп, сол сияқты. Енді компания туралы қысқаша айтам, маркетинг туралы сұрақтарыңыз болса, соңында берерсіз, жауап беруге тырысамын. Міне қараңыз, біздің компания халықаралық компания, международный компания. Бүгіндікке біздің компанияның ашылған жерлері қай жерде, ресми түрде қайда жұмыс жасайды? Қазақстанда істейді, Өзбекстанда істейді, Қырғызстанда, Ресейде. 2 апта болды, қазір деген система ашылып, Қытай ашылды Қазақстан арқылы. Қытайдың рыногын түсініп тұрсыздар қалай екен. Біз деген одан басқа Қазақстаннан болсын, Ресейден болсын, Өзбекстан, New Wave Global'дан, New Wave, то есть Global'дан Европадағы адамдар тіркей аламыз, ақш-тағы адамдарды тіркей аламыз. Сол себептен 2000, мына жерде жазылып тұр ғой, 2022 жылы компанияның ашылған уақыты. Ашылғанда ақшта, штат Флорида, Майами қаласында ашылған, сол жерде бас офисі тұр. Көп адамдар айтады, бұл компания Қазақстандікі ма не дейді? Бұл Қазақстан Ресейдікі ма дейді бұл компания? Айтам, бұл компания международный, бұл ашылған жері Америка. Флорида, Майами деген қалада, центр стоит, главный офис. Понятно? Сондықтан әр мемлекет, қазір Қазақстан, Россия, Өзбекстан, Қырғызстан болсын, Қытай болсын, бәрі бөлек ресми ашып тұр. Себебі неге? Қазір мына жағдайды көріп жатсыз ғой, әлемде соғыстар болып жатыр, не болып жатыр, санкция деген бар, білесіз да, санкция салып жатыр да. Сол себептен бірінен жаңағы независимый болу үшін. Қалай қазақша айтамыз независимый? Тәуелді болу үшін. Түсініп тұрсыз ғой? Вот, сол үшін 2023 жылы ресми түрде Қазақстанда ашылды. Бізге 2 жылдан астам уақыт болды. Бұйырса осы жылы июнь айында, маусым ба? Июнь. Қандай июнь? 6 ай. Сол 6 айда бізде 3 жылдығы болады компанияның. Түсіндіңіз ғой да? Сол себептен соны біліп қойыңыз. Мына жерде қараңыз, бүгіндікке компанияда 30-дан мына жерде көп деп тұр, бірақ қазіргі уақытта 37 ма өнім бар. Біз бастаған кезде, осы арада отырған адамдар бар, біз бастағанда тек қана бір продукттан бастағанбыз, Ion Wave деген, жаңа Галин Константин айтты ғой, гидрокверцетині бар,
ощелачивает, окислительный стресс алып тастайды, ана мынау деп айтты ғой. Сол бір продукттан ғана бастағанбыз. Сонда адамдар шақырғанда айтқан, мына бір продукттың кімді қызықтырасыз деп. Сонда бізге әлі 3 жыл болған жоқ, бірақ уже бізде 37 өнім бар. Түсініп тұрсыз ғой, сертифицированный как положено. Қыздар, келіншектер, қолдарыңызды бос ұстап отырыңыз. Энергия келеді, білім келеді. Сіз жабылып отырсыңдар. Психология түрде сразу айтып қоятын. Бірақ өзіңіз білесіз. Вот. Енді біздің компания деген ассоциация прямых продажға кіреді. Оны туралы кейінірек айтам. Біздің компанияда миссия бар. Миссия деген қазақша қалай айтамыз миссияны? Елшілік, да? Мен маған ол бірінші рет естіп тұрмын ондай сөзді, елшілік. Миссия деген әр адамның қабілетін ашу деген сөз. Әр адамға жаратушы қабілет салып қойған. Осы өмірде дамысын адам деп, тұлға болсын деп. Түсініп тұрсыз ғой, да? Сол тұлға болу үшін деп біздің компанияда мындай миссия бар. Орысша айтқанда айтады: помочь каждому человеку раскрыть внутренний потенциал во имя добра дейді. Түсініп тұрсыз ғой, да? Әр адам ашылып өзін дамыту керек. Сол біздің компанияда сондай миссия бар. Қанша компанияларды естіп жүрмін, мен мынандай миссия ол компанияларды көрген жоқпын. Шын айтайын. Значит, бұның уже басынан бастап стратегиясы өте мықты деген сөз. Бұл компания 1 жылға емес, 2 жылға келген жоқ, одан көпке келді. Енді мына жерде астына жазылып тұр. Компанияның мақсаты дейді. Уже компания басталған тек қана жана, біздің басында тұрған компания, президент, соучредитель айтады, біз уже $1 миллиард сетьқа төлеуге дайынбыз дейді. Бізде қаражатымыз бар дейді. Түсініп тұрсыз ба? Компанияның басталғанына тек қана жана болды. Бізде уже 1 миллиард неміз бар дейді, ақшамыз. Төлеуге дейді, сізге дейді. Сізге төлейміз дейді. Сол себептен соны өзіңізге түртіп жазып қойыңыз. Мына жерде енді қысқаша айтып кетем. Бұл біздің компанияның президенті Мария Апостол деген. Бұл кісіні мен уже 15 жылдан астам білемін. Танимын, мен де таниды бірге. Вот. Алдында бір компанияда бұл кісі деген по развитию сети директор болған. Бірақ оған дейін бұл кісі 18 жасынан бастап сеттің ішінде өзі партнер болып жұмыс жасаған адам. 15-20 миллионнан астам сеті болған өзінің. Түсініп тұрсыз ғой, бұл кісінің 18-19 жасында аптасына, айына $30 мың табатын. 30 мың, 18 жасында болғанда бұл келіншек. Вот. Қазір енді бір сол 45-50-ге келіп қалды. 45-те примерно плюс-минус. Вот. Сондықтан бұл кісі енді мен өзім танығасын айтам, түсінігі өте мол, өте сезімтал, өте махаббатпен бәрін жасайды да. Сосын барып жаңағы советник қалай айтамыз да, өте кеңесші ба қалай? Кеңесші, сол адамдарды түсінігі мықты да, түсіне алады, сездейді бәрі адамдарды. Істегенде бәрін әдемі шығармашылық арқылы жасайды да. Сондықтан мұнан регалияларын оқып аласыз өзіңіз, мен айтпайын, бірақ мен сізге айтып отқан адам ретінде қандай адам екенін айтып отырмын. Түсініп тұрсыз ба? Біздің өткен үлкен сахналарда қандай мероприятие болсын, үзбей бізбен бірге болады. Үзбей қасымызда. Президент компания, жаңа келген партнер болсын, топ лидер болсын, қарамайды, бөлмейді адамдар. Әрқайсысына көңілін бөледі, суретке түседі, жауабын береді, сондай кісі. Енді әрқайсымыз осында келгесін, жаңа айтып тұр ғой, миссия деген, әр адамымыз, біз бәріміз осында даму үшін келдік қой, шын айтқанда. Ақша ол бәрі жақсы, бірақ дамып, осы өмірде біреу болып артымызда із қалдырып кетуге, дұрыс па? Вот. Кеттік. Екінші кісі, ол соучредитель Григорий Кабицкий деген кісі. Бұл кісі ақшта тұрады, Майамида. Бұл деген New Wave басталмай тұрып, бұл өзі IT компаниясы бар, үлкен IT компания. Өзі мультимиллионер уже. Баяғыда бай адам. Жасы да сол жаста 45, сондай 45-ке дейін. Жас өзі. Вот. Бірақ бұл кісінің басы аналитика түрде жұмыс жасайды. Бизнес болғасын, кәсіп болғасын аналитика жұмыс жаса көрек. Қалай келсесіз бе менімен? Себебі есепте көрек бәрін. Бәрін зертте көрек, да? Қалай жұмыс жасайым, кіммен ақылдасам, қандай маған бизнес партнерлар келіп деп соны зерттеді. Бірақ бұл кісінің уровені басқа. Бұл деген масштаб үлкен, көп көреді, кең көреді. Түсініп тұрсыз ғой, Мария мен Григорий Кабицкий 50 жылға уже стратегиясы бар. 50 жылға алға ой уже жазып болған. Түсініп тұрсыз? Бұлар айтады, біз деген жақын 5 жылда, жақын көп болса 10 жылда үздік 10 компания әлемнің
кіретін боламыз дейді. Үздік, олар айтпайды, біз бірінші орында тұрамыз дейді. Үздік 10-ға кіреміз дейді. Түсініп тұрсыз ғой да? Ана MV деген компания бар, 60 жылдан асып кеткенде миллиардтармен товар барады. Мерекей деген бар, Oriflame, солардың ортасында біз де боламыз дейді. 5 жылдың ішінде. Бірақ уже 2 жыл жарым ішінде өте мықты нәтижелері бар. Енді бізде компанияда партнерский совет деген бар. Енді қараңызшы, компанияда жаңа басшылары бар ғой. Мына партнерский советқа мына өзіміздің қарапайым қазақтарымыз, басқа ұлттарда бар, ешкімді бөліп жатқан жоқпын, бірақ мынаның ішінде көбісі тұрған бәрі біздің қазақтың жігіттері, қыздары, ұлдары да. Осылар барлығы партнерский советке кіреді. Жақын бәрі жаңағы еңбектеніп, жұмыс жасап, табысқа жетіп, директорға жеткеннен жоғарының бәрі сол партнерский советке кіріп, жаңағы шешім қабылдайды ғой компания. Мысалы, өнім қандай кіргіземіз, қалай партнерларымызды өсіре аламыз, қалай жақсы новый партнерский совет кіретін лидерлар болсын деген кезде, осы кісілер шешім қабылдап, жаңағы басшылармен бірге қабылдайды. Түсініп тұрсыз ғой да? Басшылар осы кісілерді тыңдайды. Бұл деген өзіміздің осы Алматыда тұратын, Семейде, Астанада тұратын, бүкіл Қазақстанда тұратын біздің жаңағы қазақтың қыздары мен ұлдары. Енді осылардан үлгі ала керекпіз біз. Бұлар деген қысқа уақытта, біреулері 1 жылда, біреулері 2 жылда, біреулері 6 айда, біреулері 7 айда, әр адамның өзіне айтып тұрмын ғой, қабілетіне байланысты, біліміне байланысты, тәртібіне байланысты. Сіздің әрқайсымыз, біздің бәріміздің қандай дайындығымызға байланысты. Түсініп тұрсыз ғой, спортта сияқты ғой, бәріміз бір мәреден жүгірсек, бірақ финишқа бәріміз әртүрлі келеміз. Дұрыс қой да? Сол сияқты да мына жерде. Сондықтан мына партнерский советті біліп жүріңіздер. Ол сіздің жоғарыда тұрған сіздің наставниктарыңыз, спонсорларыңыз, лидерларыңыз, сізге ақыл кеңесін беретін, сізге жол көрсететін осы кісілер. Келесі, жаңа Галин Константин айтып кетті, бізде денсаулық кеңесі бар. Көп компанияларға мені шақырады, шынын айтқанда, таныстырады, бізге кел, бүйт. Мен сонда сұрақ беремін. Мысалы, сізде өнім бар деймін. Сізде денсаулық кеңесі бар ма деймін? Көбісінде почти жоқ ешкімде. Мына денсаулық кеңесі басқарып тұрған біздің қазақтың келіншегі. Гүлжан Аманбай деген. Врач, эндокринолог, доцент, кандидат наук, там регалиялар көп. Бірақ бұл кісі Қазақстанды басқарып тұрған жоқ. Бүкіл денсаулық кеңес New Wave-ті басқарып тұр. Түсініп тұрсыз ғой? Бұл денсаулық кеңесінің ішіне Америкадан да бір кісі кіреді. Жаңа изготовительдер, GMP, FDA беретін сертификат. Бұның ішіне Ресейден де кіреді. Просто мына қазақстандықтарды көрсетіп тұрмыз. Өзбекстандықтар да бар арасында. Сондықтан мына кісілер өздері әр өнім бізге кіру үшін бірінші мына өнімді зерттейді, қарайды. Ұрпағымызға қандай пайдалы болатын бәрін қарап, сосын компанияға айтады, жарайды, жақсы кіргізіңіз дейді. Бұл өнім бізге пайдалы болады дейді, тиімді болады дейді. Сол кезде ғана тек өнім кіреді. Қалай ойлайсыз, сол дұрыс па солай? Сонда мына кісілер қараңыз, керемет, похлопать хотел, да? Мына кісілер қараңызшы, бұлар біздің жаңағы келешек балаларымыз бар, немерелеріміз бар, шөйреңіз, біздің қазағымыз көбейсін, денсаулығы мықты болсын деп атсалысып жатыр ғой қазір. Осылай болу керек қой да, алдын алу, ана аурулардың алдын алу керек. Біз емдеп жатқан жоқпыз, біз алдын алумен айналысып жатырмыз. Сол біздің компанияда енді мынандай жаңағы администрация деген бар. Біздің Средняя Азия дейміз, Орта Азияда да. Соны басқарып тұрған мына жерде Қайыржан Мақсутов, енді Мария Апостолды айтып кеттім. Қайыржан Мақсутов ол вице-президент. Ол өте креативный жігіт, білесіз, билейді, әдемі сөйлейді, өзбекшеді, қазақшады, қырғызстарды өзі. Сондай жігіт да бәрін креативно жасайды. Мына қасында соның командасы бар мына жерде. Мына жерде Айдана деген бар, жаңағы Центральная Азияның тоже директоры. Мына жерде жаңағы колл-центрдің возглавлять ететін, СММщиктер, мынаның бәрі администрация, логистика, бәрі біздерге жағдай жасау үшін жұмыс жасайды. Мына офис, ұнайды ма сізге? Мына біздің офис. Керемет да, қанша орын бар, жып-жылы, орталықта, келем десең кетесің. Өнімді келіп алып кетесің, 6 күн өнім беріп жатыр. Логистика үзілмей, почти продукция без перебойна бар. Қараңызшы, қазір оны айтып кетем, қай жерде бар екен. Мына администрация біз үшін, мына компаниямен біздің ортамызда бізді тіркеп тұр ғой, как соединительное звено дейді да, орысша айтқанда. Енді бізде білім алатын Академия New Wave бар. Бізге білім береді ғой әлде.
Мына жерге келгенде көбінесе адамдар ойлайды, мен мына жерге келдім, ана өмірімде тәжірибе алған, білім алған, мына жерге қолданамын дейді. Көбінесе мұнда жұмыс жасамайды. Ол білім, ол тәжірибе. Көбінесе жұмыс жасамайды. Сол 100%-дан бір 5% көмек болады шығар, қалғаны керегі жоқ бұнда. Сондықтан мына жерде біз жаңа маман аламыз. Түсініп тұрсыз ғой, да, құрметті достар? Сетевой маркетинг, MLM деген ол жаңа маман, новая профессия. И бұл профессияда ақ қағаздан бастау керек, жаңадан үйрену керек. Қай жаста болсаңыз да, 18-десіз ба, 20-дасыз ба, 30-дасыз ба, 40-дасыз ба, 70-десіз ба, бәрібір білім керек. Түсініп тұрсыз ғой, да? Сол себептен мына Академия New Wave пошаговый бізде система бар. Кәсіби ретінде үйретеді, қалай жасау керек екенін. Сондықтан велосипед придумывать ету қажеті жоқ, бәрі дайын, бірақ тәртіп керек. Дене тәртіп, ақыл тәртіп керек. Сонда бәрі дұрыс болады. Мына жерде өнімдердің енді барлығы көрсетіліп тұр, тағы да қосылады. Железо деген ішіне қосылады да, иодит бар ма? Иодит қосылады. Бірақ мына олар қосылмай тұрғанда 35-тен асамы болған. Көріп тұрсыз ғой, да? Өнім туралы енді жаңа Галина Константиновна керемет айтып кетті. Ұнады ма сіздерге? Ұнады. Мына өнімдерде компания тоқтап қалмайды. Бұдан басқа компания өнімдерді кеңейте береді. Бытовой химия болады бізде. Тағы да көп зат болады. Косметика қазір уже бар. Средства личной гигиены бәрі болады. Түсініп тұрсыз ғой, да? Сосын қараңыз, біздің өнімнің ерекшелігі бүкіл рынокты охватывает. Кішкентай баладан тумаған анасының құрсағынан бастап, да? Үлкен зейнеткерлердің бәрін охватывает. Кіші болсын, ұлы болсын, қызы болсын, бәрін. Сондықтан өнім сапасы өте керемет. Енді қайда ол өнімдер дайындалып шығарылады? Мына жерде көрсетіліп тұр. Қараңыз, иә? И компания өнімді таңдаған кезде, кім оны шығаратын кезде, оны да зерттейді. Түсініп тұрсыз ғой, иә? Сондықтан мына елдерде шығарылады. Енді жаңа айттым ғой, біздің компания SDA деген ассоциация прямых продажға кіреді. Бүгіндікке зерттеп көріңіз, өздеріңізге анализ жасаңыз, сізді шақырғанда басқа компаниялар сұраңыз. Сіздің компания SDA деген компанияға ассоциация прямых продажға кіреді ме деп сұраңыз, көбісі вообще білмейді ол не екенін. Мен сізге айтайын, бұл ассоциация барға өте маңызды ассоциация. Бұлар деген өзіне кіргізерде компанияларды полностью тексереді. Кім басқарып тұр, қандай стратегиясы бар. Бұл деген финансовый пирамида ма или сетевой маркетинг па? Сетевой маркетингте тірі өнім болу керек. Тірі өнім ұстап жүретін, ішетін, дәмін сезетін, сондай тірі өнім болу керек. Өнім болмаған жерде ол уже сетевой маркетингтің просто элементтарын қолданады. Бірақ ол толық сетевой маркетинг емес уже. Түсініп тұрсыз ғой, да? Соны тоже білу керек. И мына жерге кіргізгенде соның бәрін тексеріп, көбінесе мына жерде компаниялардың бәріне 50 жыл, 30 жыл, 60 жыл, сондай компаниялар мәшіне. Мареке, Арифлейм, кезінде МВ-де болған, просто Россиядан шығып кетті ғой, жаңа санкция болғасын. Бұл үшін LR, Happiness жоқ. Онда Гербалайф жаңағы, LR бар, Forever бар. Түсініп да? Сонда New Wave бар ғой, бірінші жылы сразу кірді New Wave ішіне, арасына. Ол деген не? Значит, компания қалай өзін көрсетіп тұр деген сөз. Жаңа айттым ғой басында. Қай машина дедім, есіңізде ғой, да? Нива ма или Mercedes S-класс дедім, Ferrari ма, или там Lamborghini ма, қандай машина сіз елестейсіз өзіңізге, қандай машина жүргізіп. Вот сондай машина болғасын, ол машина кіріп кетті. Скорость, жылдамдық. Енді бізде сертификаттар, жаңағы ТЖМ дейді ғой, ТЖМ дейді ма, қалай айтады қазақша? ЕАЭС. Таможный союздың ішінде, біздің СНГ-ның ішінде сертификаттар, бәрі өнімнің сертификаттары бар. Түсініп тұрсыз ғой, да? Олар просто так кірмейді бізге. Енді қараңыз, сізде сұрақ туындайды. Қанша қалада Қазақстанда мынандай офистар бар, компания өзі төлеп, бізге жұмыс орын беріп отыр ғой. Тегін, тек келіңдер, адамдармен кездесіңдер, продукция туралы айтыңдар, презентация өткізіңдер, жылы жерде суретке түсіңдер деп. Қараңызшы, 14 қалада мынандай тренинговый центрлар бар бүгін. Қазақстанда, мен басқа жақтарда айтқан жоқпын. Сондықтан 2 жыл бізге қай компания, мен білем компаниялар 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл істеп жатқан. Оларда болса бір 5 қалада, 3 қалада бар, басқаларында жоқ вообще даже. Түсініп тұрсыз ба, да? Мына жерде келесі момент. Пункт выдачи продукции дейді, да? Қайдан өнімді алатын жер, орталықтар. Міне мына қалалардың бәрінде орталық бар бүгіндікке. Түсініп тұрсыз ба, да? Әр қалада сіздің туысқандарыңыз бар, достарыңыз бар, класстарыңыз бар.
жаңа көршілеріңіз бар, көшіп кеткен там. Жұмыста бірге істеген адамдарыңыз бар. Мына адам, сол адамдарға сіз мына өнімді бизнесті ұсыныс жасай аласыз. Түсініп ба? Өзіңіздің командаңызға шақыра аласыз. Вот. Сондықтан міне мына жерде бәрі көрсетіліп тұр. Келесі, жаңа айттым, New Wave KZ деген мына біздің официальный бэк-офис сайт, бұнда кіре аласыз. New Wave Global деген бұл Европаға жаңа айттым ғой, тіркей аласыз. Жаңа бізде реферальный ссылка бар әрқайсымызда. Регистрацияға да бар реферальный ссылка и жаңа интернет-магазинға да реферальный ссылка бар. Соны жібере аласыз. Өздер кіріп, өздер оқып, өздер таңдап, өздер тіркеле алады. Оп-оңай зат. Қазіргі уақыт қандай керемет, қай жерде болсаң да ең маңыздысы сізде интернет болу керек. Главный интернет болу керек. Болды, интернет болса, бизнес под ключ дайын тұр ғой. Кеттік. Бүгіндікке мына елдерде мына сайттар жұмыс жасап тұр. Мен айтқанда жаңа. Түсініп тұрсыз ғой, вот. Кеттік, Енді мына весыйды қазақша қалай айтамыз біз? Тараз, Мына тараз не үшін көрсетіп тұр, қалай ойлайсыңдар? Мына жерде жазылып тұр, біреуін түсініп алып айтасыз шығар мүмкін. Мына жерде. Көбінесе маған адамдар айтады. Маған адамдар кездеседі, партнерлар да береді. Нұрлан дейді, маған маркетинг план қызық емес дейді. Маған өнім қызық, мен тек қана өнімді сатамды, ақша табамын дейді. Түсініп тұрсыз ба? Ондай адамдар бар. Мен айтамын, без проблем жаса деймін, жақсы. Бірақ біз бұнда ешкімді сатуға мәжбүрлемейміз. Сатыңдар деп. Біз бұнда сатпауға да болады. Сатпай жұмыс жасауға болады. Мен ешкімге сатпаймын. Түсініп тұрсыз ба? И көп мен білемін, сіз сатпай. Бірақ тікелей сатам десеңдер, айтады ғой, прямые продажи. Пожалуйста, продавайте. Бірақ біреулер айтады, Нұрлан дейді, маған өнім вообще без разницы. Қандай өнім? Маған главный маркетинг план дейді. Ондай адамдар бар. Кездесесің бе? Кездесесіз. Сол себептен мына екі тараз теңбе-тең жүру керек те, теңбе-тең жұмыс жасау керек. Сіз қайықпен жүзіп жатқан кезде өзенде бір весломен тартасыз ба, или екі весломен тартқан дұрыс па? Біреумен тартсаңыз алысқа барасыз ба? Алысқа бармайсыз, айналып орында тұрасыз бір жерде. Екі весломен бұрып, жаңа корректировать етсеңіз тезірек жетесіз. Сол сияқты мына жерде тараз сол үшін көрсетіліп тұр. Түсініп тұрсыз ба, қысқаша айтқанда. Ары қарай кеттік. Біздің компанияның маркетинг планы 51% сетьқа товар обороттан төлейді. 51%. Онда үйреніп, талдап жаттаңыз. Маркетинг план көбісі түсінгісі келмейді, зиен салмайды, талдамайды, санамайды өзінің ақшасын. Мына бизнеста бізді ақша санауға үйретеді ғой. Ақша санауға үйрену керекпіз ғой, білу керекпіз ғой, қанша екенін. Ана традиционный жұмысқа үйреніп қалған ғой, оклад бар ма, болды. Айдың соңында зарплата түседі, болды. Фиксированный, одан көп түспейді. Сол үшін санамайды адамдар. Қалай жаратып жібергенін де даже санамайды көбісі. Сондықтан мынанда бізді санауға үйренеміз. Санауға. Түсініп тұрсыз ба? 51% деп тұрмын. Маған айтады бір компанияда, Нұрлан дейді, бізде 90% төлейді біздің компания. Мен айтамын, да, шын ба? Давай кездесейік. Шай ішіп отырып, ана маған көрсетіп, мен сұрақтарды беремін ғой. Қайда, не үшін төлейді? Қайдан келеді ақша деп. Бәрін зерттеп келсек, 28 ғана пайыз төлейді екен. Қалған бәрі одноразовый подароктар неше түрлі. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан соны сіз кәсіби түрде маркетинг планды зерттеп, эксперт боласыз ертең. Ертең 1-2 жыл өтеді, 5 жыл өтеді, сіз эксперт боласыз. Любой маркетинг план шашып тастайсыз. Понимаете? Сізді ешкім алдамайтын болады. Бірақ сіз өзіңіздің партнерларыңызды үйрете аласыз. Оларды түсінігі сондай болу керек. Кәсіби бәрін жасаймыз. Мынандай документ бар. Биля правах деген. Бұл биля правахтың ішіне заңнама. Компания басынан бастап уже жазып қойған бәрін. Бәрін жазып қойған. Қалай бізбен қарым-қатынасты құрады, қалай бізді қорғайды, бізді өзінен қорғайды компания. Түсініп тұрсыз ба? Өзінен қорғайды. Біз сізді дейді, мына партнерский советтен бөлек шешімсіз біз сізді даже бизнестан шығарып жібере алмаймыз дейді. Түсініп тұрсыз ба? Бұның ішінде жазылып тұр, терең оқысаңыз, политика процедура деген документ бар, сіз қол қоясыз тіркелген кезде. Сонша жалпы компания маркетинг планды өзгертпейді деген сөз. Көп компанияларда 1-2 жылда маркетинг пландарын өзгертіп жібереді. Түсініп тұрсыз ба? Клиентский база жинап алғасын, жаңағы рынокта завоевать еткесін алады да маркетинг пландарын ауыстырып жібереді, проценттарын төмен төлей бастайды. Партнерлар аз ала бастайды ақшаны. Түсініп тұрсыз ба? Компания бірінші күннен біз бастап жазып. Мынандай документ бір компанияда жоқ Қазақстанда. Это мен 100% айтамын сізге. Енді қараңыз, ары қарай кеттік. Бұл документті жаттап қарайсыз. Енді мына жерде вознаграждение деген бар. Мына жерде қараңыз, преимуществолар бар компанияның.
Қысқаша айтқанда преимуществолар бар қандай? Бірінші, нету ежемесячной активности. Көп компанияларда обязательно покупать надо, каждый месяц сатып алу керек, складировать ету керек, каталог жабу керек, айды жабу керек деп сөйтіп кетеді. Бізде ондай жоқ. Bir рет кірдің ба, қанша рет өнім керек саған? 2 айда керек па, жарты жылда керек па, 1 жылда керек па, ала аласың, пожалуйста, гибкий подход. Түсініп тұрсыз ғой, да? Вот. И мына жерде преимуществолар көп, кэшбэк, оның бәрін қазір сізге толықтап айтамын. Вот. Енді 8 табыс бар бүгін бізде. 8 табыс береді компания. Қараңызшы. И әр табыс бірін-бірінен өсіп кете береді. Оны зерттеп көрсеңіз 8 табыстың бәрі жұмыс жасайды. Бірінші күннен бастап мына жерде бірінші табыс кэшбэк деген өзіңіздің әр өнімді алғаныңыздан өзіңізге екінші сатып алғаннан ары қарай. Әр өнім сатып алған. Одан 10% сізге кэшбэк қайтарады. Ол кэшбэкпен сіз тек қана өнім алуға қолдана аласыз скидка ретінде. Түсініп тұрсыз ғой, да? Кэшбэк жиналғасын, ол кэшбэкті 90%-ын бірден қолдана аласыз. Мысалы, өнім $100 тұрады ма, мысалы, а сізде $100 кэшбэк бар. Мысалы, доллар деп санап атқаныңыз, оңай болсын деп санауға. Вот. $90 төлейсіз, кэшбэктен $10 карточкаңыздан төлейсіз. Түсінсіз ғой, да? Вот. Сондықтан бұл кэшбэк деген өте керемет зат. Өзіме өнім алам, еще маған кэшбэк береді. Это плюс скидка. Бізде 30%-дан жоғары скидка барлықтарымызға. Дұрыс па? Біз кэшбэкпен төлеген кезде 50-100% скидка болып кетеді. Өзімізге қайтарады себе, өзіміздің немізден. Бұл кэшбэкті келесі, мына жерде біз егерде клиенттер тіркесек, олардан әрқайсысынан 10% кэшбэк түседі. Рекрутинг бонус деп. Оны қазір айтам. Вот. И мына доходтарды қазір мен сізге талдап айтам. Енді сұрақ туындайды, мысалы мына Микада, да? Қалай кіру керек? Неден бастау керек? Вот. Қанша қаражат салу керек? Вложение бар ма деп сондай сұрақтар береді ме сізге адамдар шақырған? Береді. Мен көбінесе оларға өзіне керісінше сұрақ беремін. Мен айтам, сен көрдің бе вообще бизнес бастаған адам қандай болса да? Традиционный бизнес па, тағы да бір бизнес па, чтобы ол вложение жасамасын деп. Қандай? Бар ма деймін ондай бизнес? Жоқ. Ондай бизнес бастау үшін аз дегенде 20-50 мың доллар керек. Понимаете? Оның рисктары көп. Риск қалай айтамыз? Тәуекел ма? Риск қазақша. Вот. Сол рисктар қанша бар, да? Ана арендасын төлеу керек. Бухгалтеров нанимать надо, продавцов ставить надо, продукцию заполнять надо. Мен айтам, сен мында өзіне минимальный инвестиция саласың, бірақ ол инвестицияны сен өзіне жасайсың. Өнімді өзіншесің ғой, өзінің семьяншеді ғой. Значит, инвестиция в кого идет? Өзімізге. Бізде адамдар көбісі үйреніп қалған, дүние салып алады, жаңа iPhone алады, жаңа диван алады, машина алады, там нелерін менять етеді, терезелерін менять етеді, бәріне салады. Бірақ өзіне ақша салуды нетеді, как там, қимайды, жадный, да, қалай бізде? Саран ба, қалай айтамыз, қалай? Саран, өзіне ақшаны қимайды ғой, өзіне бір 10 мың, 50 мың, 100 мыңды қимайды ғой. Қалай ол? Ең маңызды осы өмірде кім вообще? Біз ғой, адам ғой, әрқайсымыз, дұрыс па? Біздің денсаулығымыз болса, біз бақытты бола аламыз ба? А біз бақытты болсам, біз бай бола аламыз ба? А егер де бай болсақ, бақытты болсақ, денсаулығымыз жақсы болса, біз ол мүмкіндікті басқа адамға бере аламыз ба? Бере аламыз. А егер де адамда денсаулық болмаса, оған қызықты болады ма? Ақша, жұмыс қызықты болмайды. Сол себептен, құрметті достар, ең біріншіден, қандай ақша не салсаңыз да, всегда айтыңыз, бұл мен өзіме инвестиция жасап жатырмын. Өзіме, өзім денсаулығыма, өзімнің санама, миыма, білім алып жатсаңдар, санама салып жатырмын деп. Түсініп тұрсыз, да? Кәсіби болу үшін, профессионал болу үшін. Сол себептен міне мынандай кірістер бар. Барлығын айтпаймын, мынаған тоқтаймын. Ең үлкен кіріс бар. Простой пример берейін, мысал. Мысалы, кішкентай бизнес болса, мысалы, әжеміз алады да 10 банан сатып алады, далада сатып тұрады. Ол кішкентай бизнес. Дұрыс па? Ол жерде орын үшін төлеу қажеті жоқ. Сатып тұрады 10 банан. Бірақ ол әжеміз қимылдысы күшті, жылдам бәрін сатады екен, адамдармен жақсы тілдеседі екен. Жарты жылдан кейін алады да бутик аша салады. Бутиктің ішіне уже банан толып тұр. Уже раскрутилась бабушка, да, әжеміз. Вот уже средний бизнес, уже налог төлей бастайды неді. Сөйтіп кетті, ол бабушкамыз еще шустрый связьдармен нетеді да, 2 жыл, 3 жылдан кейін уже оны вагондармен, пароходтармен возит, банандар, уже крупный оптовик болып шыға келеді. Это большой бизнес. Енді мына жерге көрсеткенде,
мынау малый бизнес деген мына 45 мың теңге. Кіріс. Өнімді тек қана бір тіскен один зуб дейді ғой, өзіне аласың болды. Вообще пакет эгоиста біздің Ермек Мерхат айтатындай, пакет эгоиста мына бизнес қой, бизнес 180-ге бір адам өзіне ала алады. Это пакет эгоиста дейді. Вот элит пакетті ол 2 адамға күйеуі әйелімен өзіне алады. Балдардың ұмытып кетеді. А мына жерде үлкен пакет уже бір семьяға жетеді, отбасына. Сондықтан мына бизнес 720 мың деген көп ақша ма бүгін, қалай ойлайсыз? Бүгін ондай зарплаты бар ма Қазақстанда 720 мың деген? Бар ғой? Бар ғой? Достар, қазір деген миллион теңге, 3 миллион, 5 миллион теңге бар. Мен сетевойды айтып тұрған жоқпын, традиционный жұмыста бар. Қазір деген мұғалімдердің өздері бар ғой, аз дегенде 400 мың алады ғой қазір. Ол бар ондай. Сол себептен мына ақша деген бүгін инфляция жүріп жатыр, бағалар көтеріліп жатыр, мына ақшаның құндылығы түсіп кетіп жатыр ғой тоже, шын айтқанда. Сол себептен 720 мың деген ол көп ақша емес. Бірақ оны адам бір рет қана салады да, өзіне дайын бизнесті сатып алады ғой, дайын бизнесті. Түсініп тұрсыз ғой? Уже бухгалтер нанимать не надо, жаңағы арендовать помещение не надо, жаңағы какие-то бір үстіне тау құлап кетеді, бірдеңке апат болады деп қорықпайды, главное интернет болсын болды. Все. Түсініп тұрсыз ғой да? И осыған кірсе, одан мүмкіндіктер ашылып жатыр. Мына кэшбэкті мен сізге айтып өтіп кеттім жаңа. Сосын ол клиенттар бізде, клиенттар өздері апгрейд жасап, партнер болып кете алады 90 күннің ішінде. Түсініп тұрсыз ғой? Главный ол жинаған ұпайларына, балдарына CV деп аталады. Оған партнерский пакетті қосса, қай уровеньға главный, оны түсіндіріп береді сіздің спонсорларыңыз нақты түрде. Оны қосса, ол бренд партнер болып кете алады сразу. Клиент болсын, бренд партнер болсын, бүгіннен бастап егерде сатып алатса, ол сразу сіздің бинарыңызға тұра салады, бизнесқа. Түсініп тұрсыз ғой? Вот. Так, идем дальше. Енді бізде апгрейдті жаңа айттым, апгрейдтің жолдары бар. Вот. Мынаны тағы да көрсетем. Мысалы, адам мына 180-ге кірді бизнесқа. И ол апгрейд жасағысы келеді. Бірінші жол апгрейдтің. Ол деген өзіне керекті жетпеген өнім сатып алғысы келеді, мысалы. Туысқандарынан көршілер сұрайды ма, клиенттар бар ма, пожалуйста, не запрещается. Соған сатып алады да, мына начальный деген өтіп кету үшін 50 балға сатып алады өнімді, өтіп кетеді сразу. Партнерский пакет қосып ішіне. Партнерский пакет ішінде 15 мың болады, то есть 30 мың болады, 20 мыңына өнім аласыз, мысалы. И сөйтіп көтеріп өсіп кетуге болады, өзіне алып. Екінші жол бар, екінші жол қайттан мына таблицаны көрсетеміз. Екінші жол ол тіркеу адамдарды. Қараңыздар. Сіз өзіңізге адамдар тіркегенде, ол әр пакеттің ішінде өнімде өзінің бағасы бар, Мысалы, мынау деген, мысалы емес, енді 69.500 теңге тұрады, я? Ол партнерларға, бізге, клиенттарға 70 мың ба, 73 мың ба солай тұрады. Вот. Бірақ мына өнімнің ішінде өзінің валютасы бар. CV деп аталады, CV. Баллы, да? Былай, по-простому. Сол CV-лар бізде жиналған сайын, сол үшін бізге ақша да төлейді. И жаңа партнер кірген кезде мына пакеттің ішінде CV бар ғой, өнімнің ішінде. Сол үшін сіздің уровеніңіз, бизнесіңіз көтеріледі. Жаңа бизнестан элитке көтерілесіз, элиттан максимум көтерілесіз. Түсіндіңіз ғой да? Вот. Келесі мына таблицаны қайттан көрсетемін. Сізге просто не үшін көрсетіп жатырмын қайта-қайта. Мына айырмашылықтарын пайыздарда қазір түсінесіз. Пайызбен вы выигрываете процентном соотношении. Енді мына жерде рекрутинг бонус деген бар. Рекрутинг бонус қалай төленеді? Мысалы, міне сіз тұрсыз, өзіңізді елестеңізші. Міне жерде Мика тұр, міне Мика тұр уже, кітап оқып. Мика деген оң жағына өзінің туысқанын шақырады. Бар ма туысқаныңыз ба, досыңыз ба, кім бірінші болсын деп ойлап отырсыз қазір. Атын айтыңызшы. Атын атаңыз. Мира, міне мысалы Мира тұрды міне. Мира сізге осыраға кірген үшін максимальный пакетке сізге компания 108 мың сразу төлейді. Түсініп тұрсыз ба? Мира деген сіз сияқты максимальный пакетке кірді, онда бәр жол ашылды, бәр дайын. Бірақ сізге компания сіз ол кісіні тауып шақырған үшін, өнімді алған үшін ол кісі сізге 108 мың ақша төлейді. Қалай сізге 108 мың? Өзіңіз қалай сезінесіз? Осы моментте түседі ақша. Ол ақшаны сразу шығарып алуға болады,
ол ақшаға өнім сатып алуға болады. Сразу осы моментте күтпейсіз, айдың соңын там и так далее. И осылай адамдарды қара, оң жаққа солға тіркей бересіз. Шектеу жоқ, нет ограничения. Мына жерде даже формуласы бар. Қалай санап, есептеп шығару ақшаны. Көріп тұрсыз ба? Мына формуланы тоже көп партнерлар білмейді екен. Оп-оңай формула. 800 CV, максимальный пакеттің ішінде 800 CV, оны көбейтеміз 30%-ға, оны көбейтеміз 450 теңгеге. Сонда 108 мың теңге болып шыға келеді. Түсіндіңіз ба? Мынау түсінікті мына доход, бұл тіркегеннен, бұл моментально бір рет төленетін доход. Шектеу жоқ, қанша адам тіркеймін десеңіз тіркеу. Мына таблицаны қайтадан көрсетем. Не үшін көрсетіп жатырмын? Мына жерде көріп жатсыз. Максимальныйда 30% бірінші доходпен, элитта 30, бизнеста 25, мына жерде 20, 15, 10%. Көрдіңіз ба? Чем пакет ниже, тем меньше процентов. Түсініп тұрсыз, да? Келесі доход командный бонус деген. Командный деген бұл уже қызықтау бонус. Біз сеть потребителей құрамыз, тұтынушылар да сеть құрамыз. Сетьте бізде екі аяқ болады, біз екі аяқпен жүреміз. Біреулер айтады, две ветки дейді, да? Вот. Две команды дейміз, пожалуйста. Ол қате емес. И екі аяқты жүргізген кезде адамдарды тіркейміз. Мына жерге оңға, солға. Тіркегенде біз өзіміздің адамдарды тіркейміз. Біздің адамдардың, олар өздерінің адамдарын шыққап, олар тіркейді. И сөйтіп тіркеліп кете береді. Біздің жеті атамыз сияқты ғой. Түсініп тұрсыз ғой, ол өсіп кете береді. Сонда бүгіндікке сіз тіркелгенде тек қана компания айтады, бір условие дейді, бірінші. Ол жаңа бизнес пакет таңдаңыз дейді. Максимальный ма или басқа. Ол бірінші рекомендациясы, ұсынысы. Екінші, екі адам тірке дейді. Біреуін оңға дейді, біреуін солға дейді. Жаңа сіз Мика бір адамды Мираны тіркеп қойдыңыз ғой. Екінші адамды, мысалы, кім екінші адам? Аты кім? Айдана. Вот Айдананы тіркеп қойдыңыз. Вот бинарды ашыңыз дейді. Өзіңіздің бірінші адамдарын шақырып, бинар ашыңыз дейді. Біреуін оңға, біреуін солға. Бірақ олар бренд партнер болып кіре көреді, клиент емес. Клиенттерді астына тіркей бересіз. И сол кезде мына бүкіл товарообороттан апта сайын өткен. Бізде төлемдер бар, моментальный, рекрутинг басында тіркегеннен моментальный ақша түседі. А мынау товарообороттан бұл командный бонус, бұл аптаның соңында жексенбі күні таңертең ақша сізге түседі. Апта сайын. Бізде жылында қанша апта бар? 52 апта бар. Бізде ортамызда жұмыс жасайтын адамдар бар, или жұмысшы жүрген адамдарға айтарымыз, да? Олар бір айды күтеді, табыс алу үшін, айдың соңын күтеді, да? Вот. Айдың соңында тек қана бір рет табыс алады. И то ауырып қалса кесіп тастайды ақшасын. Жұмысқа шықпай қалса төлемей қояды, дұрыс па? Бізде мына жерде қарасаңыз 52 апта ақша табуға болады. Шығамын деп отырсыз ба? Вот. Идем дальше. Формула солай істей береді. Мына жерде бизнесті төменге глубинаға өсіруге шектеу жоқ. Пожалуйста. Бізде үшінші табыс бар, бонус соответствие, матчинг бонус деген бар. Біздің шақырған адамдарымызды мына жерде қарансаңыз, біздің статустар ақшаға байланбаған. Көп компанияларды статусқа ақшаға байлап тастаған. Статус жетсен, сол кезде ақшаң көбейеді. Статусың түсіп кетсе, ақшаң да азайып қалады. Түсініп тұрсыз ба, статус деген не? Там айтады, бронза дейді, шмель дейді, там бриллиант или вы, там тағы біреулер. Сонда сен соған жеткен кезде сенің процентің көтеріледі дейді. Ол процент оған жетпей қалсаң, келесі айда, мысалы, дәлелдемесең, онда сен проценттен төмен түсіп кетеді, ақшаны төмен аласың дейді. Түсініп тұрсыз ба? Бізде оған вообще байланбаған. Бірінші күннен бастап максимумға кірсеңіз, сізге сразу 7 поколенияға ақша проценттер ашылады, сразу 7-ге. Түсініп тұрсыз ба? Элитке кірсеңіз 3 ашылады, бизнесқа кірсеңіз 1 ашылады. Жаңағы начальный мен предстартта айтқан жоқ, олар вообще клиентский пакеттер, ол жерде жоқ бұл даже. И бұл ақшаның ұнайтын жер қай жер? Мысалы қараңыз, сіз өзіңіз партнер шақырдыңыз өзіңіздің бизнесқа. Ол партнер апта сайын жаңа командный бонуспен аз дегенде, аз емес, көп емес, ол мысал ретінде $100 таба бастады. $100. Ол 1000 теңге де таба бере алады. $100. $100 компания сізге апта сайын одан 15% премия төлеп тұрады. Өзінің қалтасынан төлейді компания, анан ақшасынан ұстамайды партнердің. Сізге ол қызықты ма ол премия? Бір адамға сіз уақытыңызды бөлдіңіз, біліміңізді бердіңіз, тәжірибеңізді беріп, оны $100 табуға үйреттіңіз. Қалай ойлайсыз, ол $100 табуға үйреніп алса, ол тоқтайды ма?
Ол тоқтамайды. Ол деген $1000 табады. $1000 тапса 15% апта сайын сізге түсіп отырады. Қанша адам сіз ондай табығыңыз келеді? 2 адам ба тек қана? 2 адаммен шектеліп қаласыз ба? Сіз деген 5 адамды таба аласыз. 10, 100 адам, 1000 адам. Әрқайсысын $100 үйретіңізші. Әрқайсынан 15% автоматты түрде апта сайын түсіп тұрады ғой сізге. Мынау керемет бонус, мен сізге айтады. Тағы да қайталаймын. Біздің бонустар статусқа вообще мүлдем байланбаған. Бізде де статус бар. Бірақ олар тек қана сыйлық алу үшін ол статуста керек. Болды. Олар мына бонустар біріншісі, екінші, үшінші біреуде байланбаған. Кеттік ары қарай. Бізде накопительный бонус деген бар. Біздің өзіміздің тапқан ақшамыздан апта сайын біздің табысымыз жаңағы товарообороттан, командный бонустан 150 мыңнан жоғары тауып жатсақ апта сайын, бізге компания қосымша 15% бізге өзінің қалтасынан ақша жинайды ғой. Түсініп тұрсыз ғой, депозит ретінде жинайды бізге, өзімізге. Біз оны көріп отырамыз бэк-офистан. Когда у нас 150 тысяч тенге заработок, нам 15% еще откладывает компания. Супер. Классная вещь. И ол сумма, когда ол деген жаңағы ақшаның саны 3 миллион 500 мың болған кезде компания бір чекпен сізге сразу шешіп беруге мүмкіндік береді. Түсініп тұрсыз да? Қалай білесіз? Қанша рет жылына алуға болады бұл ақшаны? 7 рет алуға болады. Басқа компанияларды мен білем. Иә, міне жерде алған кісілер Галина Константиновна осы жылда 1 рет алды. Өткен жылда 3 рет алды. Мысалы біздің спонсорларымыз бар, Мерхат Ермеков, ол деген 6 рет алды, по-моему. Оның партнерлары бар 5 рет, 4 рет алған. Иә, сондықтан мына табыс көп адамдар бізді ақша жинай алмайды. Бұл солай ғой, кредиттарымыз бар, жаратып кете береміз ақшаны постоянно. Сол себептен компания бізге үйретеді де, көмектеседі ақша жинауға. Бұл ақшаны жиналғаннан кейін қайда жіберем деп ойлаңызшы. Біреулерде мысалы бар, я тісін емдегісі келеді, тістерін жөндегісі келеді. Бір адамдар бар, мысалы бар, үйінде кішкентай болсын, үлкен болсын, ремонт жасағысы келеді. Біреулер алады да бұл ақша арқылы немересіне оқуға түсіріп білім бергісі келеді. Біреулер алады да бұл ақшаға алады да жаңағы машинасына қосып жаңа машина алғысы келеді. Түсініп тұрсыз ғой да? Мына ақшаны компания сізге қосып көмектесіп жинап береді ғой. Сіздің табысыңыздан 1 копейка ұстап қалмайды сонда. Керемет зат па? Керемет зат. Накопительный. Көп компанияларда бұны алу үшін 3 жыл жұмыс. Вот. Пенсия деп атауға болады ғой даже. Иә. Келесі лидерский пул деген бар. Лидерский пул. Шаршаған жоқсыңдар ма? Нормально. Лидерский пул деген бар, бұл деген амбассадор, вице-президент, президент болған кезде компания айтады, мировой товарообороттан, әлемнің товарооборотынан сізге ежеквартально 1 доля, 2 доля, 3 доля, он бізде процент дейді, ол процент емес, одан көп ақша. Сол амбассадор, қанша адам амбассадор 1 рет болса да жасайды, сол әлемнің товарооборотынан 1 долясын, 1 кесімін, 1% дегендей алады. Апта сайын алып отырады. Тұрсыз ғой да? То есть ежеквартально, то есть получается. Сондықтан мына вице-президенттер 2 доля алады, президенттер 3 доля алады. Ол вообще пассивный доход уже. Оған уже жеткен бізде адамдар бар. Бізде бар. Біздің ортамызда Мерхат Ермеков вице-президент, ең бірінші, әлем бойынша бірінші вице-президент. Ол уже мына табысқа уже дайын, лайықты да, алып жатқан шығар. Вот. Иә, құтты болсын. Мына амбассадор деген отбасы бар, Гүлжан Аманбай, Ұлан Аманбай, Астанада да, олар уже амбассадор болып шыға келді. Қазір көп директорлар, ең көп директорлар қайда? Қазақстанда. 40-қа жақын директорлар бар. Отбасылар или бір адамдар жеткендер. Олардың бәрі осы амбассадорға жақындап қалды. 2 жылдың ішінде жетіп қалды. Мына амбассадорға ауысқасын бәрі мировой товарообороттан өзінің долясын подарок ретінде ежеквартально алып тұратын болады. Представляете? Сондықтан ешкім әлі ешқайда кешіккен жоқ. Біз тек қана әлі еще ракета, әлі ұшқан жоқ ракета. Ракета орнынан үзілу үшін тек отын жағып, тек топлестің 80% топлестің жіберіп жатыр тек. Түсініп тұрсыз да, 2 жыл деген ол не ол? Компания ұшу үшін аз дегенде 5 жыл керек. Сондықтан сол жол. И бізде карьерный бонус деген бар. Вот жаңа рангтарды айтқаным. Бұл рангтар біз жасаймыз, бұларды қайттан дәлелдеу қажеті жоқ. Бірақ бұлар үшін бізге сыйлық береді. Бұлар накопительно жасалатын зат. Басқа компанияларда сияқты бізде ұпайлар, CV-лар жанып кетпейді. Мынаның мына жерде отырған адамдар, менеджер, 1 жылды жасағандар бар ма мына жерде? Бар.
5 жұлдызға дейін жеткен адамдар бар ма? Менеджер 5 жұлдыз бар отыр уже. Мына сыйлықтардың бәрін алды. Мына жерде үлкен сыйлықтар емес, бірақ брендовый, өте сапасы күшті заттар, киімдер, рюкзактар. Рюкзагы вообще супер, да, қазір новый рюкзагы. Вот. Қазір супервайзер деген ранктар бар. Уже бұл жердің сыйлықтары уже подороже, посерьезнее, да? Мына жерде мысалы мен супервайзер 3-ті тұрып қалдым шамалы. Надо двигаться дальше. Я, осы супервайзер 3 жұлдызға жеткен кезде смарт часы беру керек болатын. Маған $120,000 берді. Теңге берді. Доллар болсын. Сол себептен мына жерде сыйлықтарын көріп жатсыз. Уже сыйлықтар уже басқаша, керемет. Вот, директорлардың сыйлықтарын қараңыз. Уже директорлардың сыйлықтары уже басқаша. И мына жерде бәрі качественный, флагманский. Мына директор 5-ке жеткендер на двоих все включено. Самолеттан бастап проживание, лучший отель, все включено. 5-звездочный, люксовый отельдерде проживает. Міне, пожалуйста. Бұған жетіп ал, бұл единоразовый. Бұны алуға болады, бірақ бұны подтверждать не надо. Не надо, чекқа байланбаған вообще. Вот. Міне, мынау амбассадор жаңа айттым, вице-президент, президент дедім. Бұлардың сыйлықтары міне уже бөлек. Тұрсыз ғой, да? И мына жерде ең жоғары уровень ол клуб основателей. Ол жаңа компанияның басшыларымен бірге бір столда отырып шешім қабылдау, инвестиция жасау, уже солармен жаңа чистый прибыль, мировой прибыльдан по итогам жылдың итогынан процентін алу уже. Тұрсыз ғой, это вообще басқа ақшалар. Сондықтан олар айтады, мына жерде уже бұнда келген адамдар, олар как соучредители компания болады дейді. Бізбен бірдей болады. Вот. Сондықтан қай компанияда бұнда айтады? Вот. Бізбен бірдей боласың деп. И біздің компанияда өзінің бизнесті мұра ретінде өзінің балаларына, ұрпағына қалдырып кетуге болады. Ол уже жазылып тұр келісім шартта. Тұрсыз, да? Сондықтан соны көру керек. Тағы да қосымша қандай ең әдемі қызықты зат бар бізде. Саяхат бар, керемет. Бізде компания айтады, жақын 5 жылда, 10 жылда дейді, біз 195 мемлекетке саяхатқа шығып келеміз дейді. И әлемнің түк-түк-түкіне барамыз дейді. Түсініп тұрсыз, да? Сонда сол бір жұмыс үшін бізге еще саяхат береді ғой, тегін саяхат береді. Мысалы, бар компаниялар, которые тек қана мына круизбен барасың, бірақ оған ұшқышқа самолет өзін сатып аласың дейді, оказывается. Жетуін, барып, қайтып келуін, там и так далее. Бізде басынан бастап, қайтып, бәрін, все включено төлейді ғой компания. И мен сізге айтам, сіздер бүгін келгеніңіз дұрыс болды. Себебі бізде қазір ол промоушн жүріп жатыр, осы қаңтарда басталды. Міне, уже компания осы 2 жылдың ішінде қайда болып келдік біз, да? Шри-Ланкада болдық па? Болдық. Катарда болдық. Малайзияда болдық. Енді қазір Қытайдың Хайняньна барамыз. Остров миллионеров деген жерге. Міне, мына команда болып бәрі барды. И компания айтады, біз қарамаймыз дейді. Сен менеджерсің ба? Сен директорсың ба? Супервайзерсың ба? Сен жасадың ба? Вперед, қарамаймыз дейді. Сен главный жаңағы travel балдардың жинап алдың дейді. Болды, вперед дейді. Қарамаймыз, вообще статусқа қарамайды. Понимаете, көп компаниялар тек қана статус. Платина, золото барады, бриллиант барады деп қалғандар бармайды ондай жерге. Сондықтан міне Хайнянның ұсыныстары 2026 компания айтады, аз дегенде 2 рет жылына баратын боласың дейді. Аз дегенде 2 рет тегін баратын боласың дейді. Сондықтан бұның условиялар бар. Өздеріңіздің партнер спонсорларыңыздан, наставниктен сұрап біліп алыңыз, қалай бұны жасау керек. Жасау оп-оңай бұның бәрін. 4 қаңтардан басталды, 28 наурызға дейін бұл промоушн жұмыс жасайды. Бізде партнерлар бар, бұл промоушнды 1 аптада жасап тастаған партнерлар. 1 айда жасап тастағандар. Сондықтан ойламаңыз, менде аз уақыт қалды деп. 2 ай жарымнан көп уақыт бар ғой қазір. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан үлгеруге болады. Жасайым деген адам, армандаңыз, өзіңізге елестеңіз, жазып қойыңыз. Мен Хайнянданмын, тегін саяхатта жалғызбын, емесе өзімнің күйеуіммен или әйеліммен біргемін деп жазып қойыңыз. Мынандай міне travel балдарды жинап алу керек. 300.000 travel бал жинасаңыз, 1 адамға бәрі включено. Все, перелет, проживание, экскурсия бәрі. 200 болса, перелет и проживание, экскурсия за свой счет. Егерде 100.000 болса, онда тек қана проживание, перелет, экскурсия за свой счет. Но компания гибко бәріне мүмкіндік береді. Түсініп тұрсыз ғой, да? Қазір жасап жатқан компания 3-ші поток жүріп жатыр ғой уже Хайнянға.
уже бірінші, екінші потокта уже 120 адам уже жасап қойды бұны. 120 адам осы 6 айда уже жасап қойды бұнаны. Вот енді 3 ай 3-ші потокқа берді ғой бізге. Так что жасаймыз ба? Давайте жасаймыз, молодцы. Вот, мына жерде 2 адамға қалай жасау керек? Міне жазылып тұр, қанша керек? 2 адамға, да? Тоже жазып, армандай беріңіз, елестей беріңіз. Это не сказка, это реальность. Шындығымен, бұл ертегі емес, бұл шындық, бұл объективті реальность. Қандай мүмкіндік үшін сізге travel ball береді? Тек қана travel ball бізде тіркеген үшін адамдар үшін береді ме? Тіркеген үшін, міне максимумге тіркейсіз ба, сізге сразу бір адам кірген үшін 10 мың travel ball береді. Бір адам тіркелді сізге. А сіз 10 адам тіркеңіз, қанша болады? Уже 100 мың тіркеген үшін тек 100 мың travel ball береді. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан қай пакетке адамдар тіркейсіз, сізге байланысты. Солар тіркегенде оларды ат салысып көргесін, оларды қайнанға барғысы келетін болады. Сондықтан бұл тіркеген үшін. Келесі, жаңа товарооборот дедім ғой. 2 аяқ өсіп атқанда 1 аяқтан сізге товарообороттан төлейді командный. Каждый CV-дан, каждый балдан сізге 5 travel ball еще қосып, апта сайын еще қосып береді ол. Мысалы, мына жаққа сіз 10 жаққа бір адам максимальныйға жаздыңыз, 10 мың travel ball береді. Сол жағыңызға максимальныйға жаздыңыз, тағы да 10 болады, уже 20 мың ба? 20 мың travel ball. И мына товарообороттан бұнда 800 CV. Бір CV 5 travel ball, көбейткенде 4 мың travel ball болып шыға келеді. Сонда 24 мың travel ball 2 адам тіркеп аласыз, бір аптаның ішінде. Или бір күнде жасап аласыз. Представляете? Сондықтан это реально сіздің бәрі ұмтылысыңызға байланысты. Как вы, у вас сіздің армандарыңызға байланысты, мақсаттарыңызға. Қаншалықты сіз ашсыз, голодные. Вот соған байланысты. Егер аш болсаңыз тез жасайсыз. Вот. Ну, условияларда рекомендация бар. Келесі қазір керемет мейрам болайын деп жатыр. Уже командалар уже чемодандарын дайындап, осы аптаның соңында 31 күні уже самолеттер дайын, уже ұшып кетейін деп жатыр. Супервайзердан жоғары жылдың аяғында люди года деген кездесу Дубайда, Абу-Дабида болады. Ол жерде Мария Апостол, Григорий Кабицкий, бүкіл супервайзер бірден бастап бәр жоғары барып, қатысып, жаңағы стратегия құрып, қайтып демалып келеді. Люди года номинациядан алады, сыйлықтан алады. Ең үздіктер өткен жылдың 25 жыл, 2025 жыл кім үздік болды? Солардың бәрі өздерінің сыйлықтарын алып, демалып, керемет болып қайтып келеді, бұйырса, да? И келесі кездесу бізден 3 жылдығымыз болады компанияның. 3 жылдығымыз. Қайда болады дейсіз ғой? Қырғызстан. Қызық, Қырғызстан бүгіндікке бізде ашық. 3 қаласында Қырғызстанның уже пункт выдачи продукция жұмыс жасап жатыр. Головной офис Бишкекте тұр. Уже тіркеліп жатыр. Өздерінің сайты бар. Уже сумда ақшасын алып жатыр. Бәрін жасап жатыр. Бірақ официальный открытие июньде годовщина компания болады. Соған бәріміз барып қатысайық. Барғанда қазір өзім барам, вообще сұрақ беріп жатқан жоқпын. Барасыз ба, сіз бармайсыз ба деп. Менің сұрағым сізге қандай? Қанша сіздің командаңыздан қасыңызда адамдар болады? 10 адам болады ма, 20 адам ба, 100 адам ба? Бүгіннен бастап жазып қойыңыз, менің бизнесім Қырғызстанда жүріп жатыр. Бүгіннен бастап адамдар кездесе бастайды, көресіз. Қырғызстанда тұрам, емесе кәсібім бар, емесе сол жақта туысым бар деп өздері кездесе бастайды. Сол жақта сізде бизнес өсіп кете алады. Спокойно. Мына уақыт июньге дейін әлі 5 ай бар ғой, шын айтқанда. Түсініп тұрсыз ғой да, достар. Сондықтан осы жерде кім болып тұрам мен сахнада? Қандай дәрежеде тұрам? Өздеріңіз елестеңізші. Мен уже супервайзер болам. Мен уже директор болам дегенде. Мен менеджер болам, 5 жұлдыз деп. Понимаете, менің командамда 5 адам менеджер болып тұрады. Уже елестеп, мақсат қойып, өздеріңізге жоспарлап, спонсорларыңыз көмектесіп, түсіндіріп, бәрін етіп береді. Сондықтан мына жерге барлықтарымыз болайық, құрметті достар. Енді мына жер жазылып тұр, будет на гребне волны дейді. Толқынның несінде бол дейді ғой, үстінде, да? На гребне волны деген, толқын үстінде. Сондықтан бәріміз толқын үстінде болайық. Толқын үстінде болу деген ол не? Сіздің ішіңіздегі состояние дейміз ғой, хәліңіз. Сіз мына жерге келгенде қандай хәлмен келдіңіз, қандай состояниемен келдіңіз? Жақсы көңілмен келдіңіз ба? Или же шамалы бір қайғымен, ойымен келдіңіз ба? Шығып баратқанда қазір қандай көңіл толқыныстар болу керек сізде? Махаббат, қуаныш, таңдану, таңғалу, да? И позитивті түрде сабырда болу.
соның бәрі сізде сол толқыныстар болса, сіз өмірде жетістікке қандай болса да жетесіңдер. Сіз оған лайықтысыңдар. Біз лайықтымыз, дұрыс па? Сондықтан құрметті достар, рахмет барлықтарыңызға.